Саламатсыңдар ма, 3 сынып оқушылары? Математикадан 143 сабақты орындайық. 143 сабақ ішкі жиын, суды қорғау. Амалдарды орында, шыққан нәтижелерді өсу ретімен қойып, қандай мақал жазылғанын анықта, мақалдың мағынасын түсіндір. Бірінші есеп. Міне балалар, бірінші есепті көрсетіп қойдым. Оның ішінде ең алдымен шақшаның ішіндегін орындаймыз. Оны біз баған түрінде есептедік. Баған түрінде есептеу оңайырақ болады. Жақсы, оның 864-тен 435-ті азайтқанда 429 болады екен. Келесі 269-ға көбейтеміз 2-ні. 538. Және енді 538-ден 269 бен 2-нің көбейтіндісінен шыққан саннан азайтамыз 429-ды. Жауабы 109 болады екен. Бұл есепте судың деп тұр. Яғни бізге мақалды табуымыз керек екен. Келесі есеп балалар. Бұл 1000-нан 225-ті азайтамыз және бөлеміз 5-ке. Одан азайтамыз 76 мен 19-ның бөліндісін. Бұны да баған түрінде есептеп шығарып көрсеттім. Өздерінде осылай есептеп көріңдер. Бұның жауабы 316 болады екен. Балалар, мен бірден бұл жерге орнына қойып қойдым. Келесі есепті шығарайық. 87-ні бөлеміз 29-ға көбейтеміз. Жақшаның ішінде 542 азайтамыз 307-ні. Бұны да баған түрінде шығарып көрсеттім. Әрқайсысын бірінші бөлу орындалады және жақшаның іші орындалады. Одан соң көбейту, қосу, алу орындала береді екен. Осылай баған түрінде өздерінде шығарып үйреніп көріңдер. Негізі баған түрінде шығарсаңдар, кейін ойша шығаруға ыңғайлы әрі оңай болады. Ал балалар, бізде қандай мақал шықты? Дұрыс айтасыңдар, судың да сұрауы бар деген мақал шықты. Енді бізге мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Бұл мақалдың мағынасы суды ысырап қылмаңдар, судың да сұрауы бар. Оны құрдан құры жаратуға, ашық тастап кетуге, яғни ағызып тастап кетуге болмайды, я? Судың да сұрауы бар екен. Жарайсыңдар балалар, келесі есепті шығарайық. Келесі екінші есеп фигуралардың ортақ қасиеттерін анықта, жиындардан қайсысы ішкі жиын болып табылатынын анықта, Эйлер Вен диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған фигуралардың суреттерін сал. С төртбұрыштар жиыны, А тіктөртбұрыштар жиыны, В шаршылар жиыны екен. Енді бізге осындай сурет салу керек. Бірінші үлкен дөңгелек, яғни С бұл төртбұрыштар жиыны, яғни бұның ішіне барлық төртбұрыш кіреді. Төртбұрыш дегеніміз төрт бұрышы бар фигураны айтамыз, балалар. Енді оның ішінен А дөңгелегін сызамыз, яғни Эйлер Вен диаграммасымен көрсетеміз. Бұл А шеңберінде тік төртбұрыштар жиыны дейді. Бізде бір ғана тік төртбұрыш бар екен, қызыл түсті. Жарайсыңдар, келесі В шаршылар жиыны. Тағы да А-ның ішіне В-ны салайық. Енді бұл жерде бізде шаршы біреу ақ екен. Ол да міне жасыл түсті бірінші болып тұрған бізде шаршы. Төрт қабырғасы да тең, бір фигураны шаршы деп айтамыз. Жақсы, келесі үшінші есеп. А жиынының элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша бір ішкі жиын құр. Эйлер Вен диаграммасына әрбір жиынның элементтерін жаз. Екі ішкі жиын құруға бола ма? Міне бізде үш диаграмма берілген, шеңбер. А жиыны, яғни бүкіл сандарды жазып қойыпты бізге, әртүрлі сандарды. Келесі екі жақта бізде бос тұр екен. Енді ол екеуін толтырайық. Үлкен Аға 11, 22, 33, 44 сандарын қояйық. Не себепті деп ойлайсыңдар балалар? Қандай қасиеті бар оның? Дұрыс айтасыңдар, олар 11-ге бөлінетін сандар екен. Енді 11-ге бөлінетін сандарды осы Аға жинаймыз. Келесі ішіндегі жиын В жиыны. В жиынына 50, 70 деп жаздық. Ол 10-ға бөлінетін сандар екен. Жарайсыңдар, келесі екінші кестеде бізге 3 жиын беріпті. Үлкен А жиынына жаңағыларды жазайық. 11, 22, 33, 44, яғни 11-ге бөлінетін сандар. Келесі В жиынында 50 және 70. Олар 10-ға бөлінетін сандар. Ал С жиынында оған 3, 6, 9,
және 12-ні жазамыз. Себебі бұл сандар 3-ке бөлінетін сандар. Ал балалар, енді біз осы жиындарды толықтырдық. Келесі есеп. 4-ші Эйлер-Вен диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған бірнеше элементтерді жаз. N 2 таңбалы натурал сандар жиыны. А 30-дан кем 2 таңбалы натурал сандар жиыны. В 30-ға тең және одан артық 2 таңбалы натурал сандар жиыны. 2 таңбалы натурал сандар дегеніміз 10-нан басталады, 9 дегендер ол 1 таңбалы. 10-нан 99-ға дейін. 103 таңбалы болып кетеді, балалар. Сонда бізде N 10, 11, 12, 13, 14, 15 деп 99-ға дейін кете береді екен. А 30-дан кем 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Бұл жерде де 2 таңбалы деп тұр. Сондықтан 30-дан кем ол 29-дан басталады, 29, 28, 27, 26 деп 10-ға дейін барады екен. Ал В 30-ға тең және одан артық 2 таңбалы натурал сандар жиыны. 30-ға тең, яғни өзіне тең 30, 31, 32, 33 деп 99-ға дейін барады екен. Жақсы, біз мұнда кесте құрдық. N ол үлкен кесте болады, өйткені натурал сандар жиыны барлығы бар ол жерде, 10-нан бастап 99-ға дейін. Ал ішіндегі А және В, біріншісінде А жиыны 29, 28, 25, 24, 23 деп кете береді 10-ға дейін. Келесі В ол 30, 31, 32, 33 деп 99-ға дейін барады екен. Сонда бізде А тиісті N-ға, В тиісті N-ға болады екен. Жарайсыңдар, келесі. Асында 3 таңбалы жиын берілген. Бірінші жиын 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны. Екінші жиын 1 таңбалы натурал сандар жиыны. Үшінші жиын 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Әрбір жиынның бірнеше элементтерін жаз. 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен бейнеленген? Жақсы, балалар. Енді аны орындайық. Бұл жерде бірінші жиынды А деп алайық, яғни 100-ге тең және одан кем 100, 99, 98 деп кете береді, 1-ге дейін. Келесі екінші жиынды В жиыны деп алайық. Ол 1 таңбалы натурал сандар жиыны. 1 таңбалы дегеніміз 1-ден 9-ға дейін, балалар. 10 2 таңбалы сан болып кетеді екен. Келесі үшінші жиынды С жиыны деп алдық. Ол 2 таңбалы натурал сандар жиыны. 10-нан 11, 12, 13 деп 99-ға дейін барады екен. Енді бұған жиын құрайық. Үлкен жиын бізде А жиыны, себебі олда бүкіл натурал сандар жиналған. Ал оның ішіндегі, яғни ішкі жиын болатындары В және С жиыны. Себебі В жиыны тек 1 таңбалы сандар, ал С жиыны 2 таңбалы сандар екен. Жарайсыңдар, енді Ә есебінде өзің сандар жиынына мысал ойлап жаз. Оның ішкі жиынын құр дейді. Біз А және В деп 2 жиын алып алайық, А жиыны 100-ге тең және одан кем 2 таңбалы натурал сандар жиыны деп алайық. В жиыны 100-ге тең және 10-ға бөлінетін 2 таңбалы натурал сандар жиыны деп алдық. Енді бізде А жиыны 100-ден 10-ға дейін 99, 98, 97, 96 деп кете береді. Ал оның ішіндегі В жиыны оған ішкі жиын болады, себебі ол тек 10-ға бөлінетін сандар екен. Яғни 100, 90, 80, 70, 60 деп 10-ның өзіне дейін баратын сандарды айтамыз, Жарайсыңдар. Келесі есеп. Суды ластау көздерін ата. Суды ластанудан қалай қорғауға болады? Енді мына жерде суды ластау көздері беріліпті бізге. Өнеркәсіптік тазартылмаған су, ауыл шаруашылық өндірісінің тазартылмаған суы, коммуналдық шаруашылық, көлік. Өрнектердің мәнін тауып, оларды өсу ретімен ата. Суды ластау көздерінің ең ірісі қайсы? Судың әрбір ластау кезінде диаграммадағы қай бөлік сәйкес келеді дейді. Енді осы өрнектердің мәнін табайық, есептерді баған түрінде шығарайық. 973-тен азайтамыз 646-ны. 327 болады екен. 579-дан азайтамыз 298-ді. 877. 203-ге көбейтеміз 2-ні. 406. 108-ге көбейтеміз 2-ні.
216. Енді бұны өсу ретімен ата деп тұр бізге. Өсу реті ең азы 216, одан кейін 327, одан кейін 406. Ал ең көп ластайтыны 877 екен. Яғни ең көп диаграммада қызыл түсті бөлігі, ең көп ластайтын бөлігі екені 877. Енді бізде ауыл шаруашылық өндірісінің тазартылмаған суы ең көп ластайды екен. Одан кейін коммуналдық шаруашылық ластайды екен. Одан кейін өнеркәсіптік тазартылмаған су, ал ең соңғы болып көлік ластайды екен. Жарайсыңдар, келесі есепті шығарайық. Көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың периметрін тап. Міне мына бұрыштар, яғни біріншісі 4 бұрыш, одан кейін 6 бұрыш, одан кейін тағы да 4 бұрышы бар. Әртүрлі фигуралар берген бізге. Енді біз бұлардың қабырғаларын өлшеп аламыз. Бізде бірінші фигураның қабырғалары 2 сантиметрден екен. Периметрін табу үшін негізінде осы 4 қабырғасын бір-біріне қосып шығамыз, ал ол оңай болу үшін 4-ті 2 сантиметрге көбейте саламыз. Себебі бізде 4 қабырға бар және 2 сантиметр ұзындықтары бар екен. Қабырғаларды ұзындықтарға көбейтеді екенбіз. Сонда 8 сантиметр периметрі бірінші фигураның 8 сантиметр екен. Келесі екінші фигураның қабырғалары 1-1 сантиметрден екен. Бізде бұл жерде 6 қабырға бар, оны бірге көбейтеміз, яғни 6-ның өзі шығады екен. Келесі 4 бұрышта бізде 3 қабырғасы тең екен 2 сантиметрден. Ал астыңғы қабырғасы ұзын 4 сантиметр екен. Енді қабырғалардың ұзындықтары 2 сантиметрден 3 қабырға бар. Енді сол қабырғалмен 2-ке 3-ті көбейтеміз. Оған қосамыз 4-ті, жауабы 10 сантиметр болады екен. Сонда периметріміз 10 сантиметрге тең. Бөшкеде 28 литр су бар. Сыйымдылығы 7 литр шелек және сыйымдылығы 4 литр ожау бар. Бөшкеден шелекке 6 литр су құйып алу қажет. Осы ыдыстардың көмегімен қажетті мөлшердегі суды қалай құйып алуға болады? Кестені пайдалан. Енді балалар бізге кестені пайдаланып, осы 1, 2, 3 қадам деп бергене, осы қадамдары арқылы қанша қадам жасау арқылы біз 6 литр су құйып алады екенбіз. Енді бірінші қадамымызды жасайық. Ол жерде бірінші 28, 7 және 4. 7 литр шелек, 4 литр ожау. Ең алдымен 28 литр бөшкедегі судан 7 литр шелекке құйып алады екенбіз. Ал ожауда әлі су жоқ, сондықтан 0. Келесі екінші қадам осы бөшкедегі су қалады 21 литр болып, ал 7 литр шелекке құйған суды жартысын ожауға құямыз 4 литр, яғни ожауымыз 4 литр болғандықтан оған 4 литр суымызды құямыз. Сонда шелекте 3 литр су қалады. Келесі 4 литр ожаудағы суды бөшкеге қайттан құямыз. Ал бөшкеде 25 литр су болды. Одан кейін шелекте 3 литр суымыз қалды, ал ожауымызда су жоқ, 0. Келесі 4-ші қадам 25 литр бөшкеде тұр. Шелектегі 3 литрді ожауға құяйық. Ожауда 3 литр, шелекте 0 қалды. 5-ші қадамда енді біз бөшкедегі 25 литр судан шелекке құйып аламыз, яғни 7 литр болады. Ал ожаудағы су 3 литр болып қалады. Бізде сонда бөшкеде 18 литр су қалды. Бөшкеде 18 литр қалды, ожауда 3 литр, ал шелекте 7 литр қалды. Енді оны 6-шы қадаммен 7 литр судан 1 литрін ожауға құямыз. Ожау 4 литр етін өзі, ожауда 4 литр, ал шелекте 6 литр, бөшкеде 18 литр қалды. Енді міне біз балалар 6 литр суымызды құйып алдық. 6-шы қадамда құйып алдық. Жарайсыңдар балалар, маған тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.